Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Сіздердің назарларыңызға ерекше білім беруде қажеттілігі бар балаларға арналған бір 10 көлемдегі сандармен жүргізілетін математикалық амалдарға арналған авторлық құқықпен арнайы қорғалған математикалық ойыншықтар жинағын ұсынғым келеді. Математикалық дамытушы ойыншықтар жинағының ішіне не кіреді? Математикалық дамытушы бокс кіреді. Бокстың іші бұл бізде арнайы сандар, кубиктар, шариктер және де амалдарды орындауға арналған осындай арнайы қол жазбалар бар. Оған қосымша бізде қызықты есептер жинағы, өздеріңіз білесіздер, ерекше білім беруде қажеттілігі бар балалармен жұмыс жасағанда көрнекіліктер қатты материалдан жасалыну керек. Бұл жерде мен арнайы ағаштан жасалынған түрлі амалдары бар осындай сызбаларды таңдап алдым. Әртүрлі түсте таңдағаны, біз ең алғаш баламен түстерді ажыратуды үйренген кезде арнайы негізгі 5 түсті таңдап аламыз. Сол 5 түске негізделіп жасалынған. Оған қосымша түрлі математикалық амалдарды орындауға арналған математикалық таңбалар және сандар 2 варианттан бар. Оған қосымша ең бірінші біз баламен жұмыс жасайтын кезде 1-ден 3 санына дейінгі амалдар тақтасы болады. Яғни ең бірінші балаға жүргізген кезде бір санын өтетін болсақ, неке 1, 1-ден кейін 2, 2-ден кейін 3 деп үйрететін боламыз. Не болмаса балаға бір саусақ, яғни бір саны, оның құрамдас бөлігінде бір дөңгелегіміз бар, және де бұл дегеніміз бір саны деп осылай үйретеміз. Одан кейін бір санынан кейін біз 5-ке дейінгі амалдарға үйретеміз. Себебі бала 1-ден 10-ға дейін қабылдауы қиын болғандықтан, бірінші 1-ден 3-ке дейін, 1-ден 5-ке дейін, 5-тен кейін меңгерген балаға 1-ден 10-ға дейін үйрететін боламыз. 10-ға дейінгі сандарға арналған тақтайшамен жұмыс жасайтын боламыз. Бұл тақтайшадағы басты мақсатымыз неге? Сандарды рет-ретімен қоямыз. Мысалы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Яғни бала сандық қатардағы санның орнын үйренетін болады. Және де кей жерінде біз алып тастаймыз. Балаға мұқият қарауын сұраймыз. Қай сан жоғалып кетті? Табайықшы. 1, 2-ден кейін қай сан болу керек? 3 болу керек. 5-ден кейін 6, 7-ден кейін 8. Келесі кезекте бұл жерде біздің 2 көмекшіміз бар. Яғни қосу амалын үйретуге арналған қамбар досымыз және алу азайту амалын үйретуге арналған алма деген құрбымыз бар. Мысалы, мұғалім 4-ке 3 қос деген кезде бізге кім көмекке келеді? Бізге қамбар көмекке келеді. Яғни 4 қосу 3 болса, бірінші 4-ке апарып 3 қадам алдыға жүреміз. 1, 2, 3. Дұрыс жауабы қанша болды? 7. Жарайсың қамбар деп көмекті аламыз. Келесі 6 алу 3 болатын болса, алма көмекке келіп 6-ға барады. 3 қадам артқа жүріп, қай жерге тоқтайды? 3-ке тоқтайды. Яғни дұрыс жауабы 3 деген сөз. Келесі бізде қосу және азайту амалдарына арналған осындай арнайы тақтайшамыз бар. Бұл тақтайша бізде 2 нұсқадан жасалынған, себебі балалар топтық сабақта не болмаса бір-бірімен жарысу сабақтарында бізге 2 тақтайшадан керек, сол себепті 2 тақтайшадан әзірленді. Мысалы, қандай тапсырма орындаймыз? Мына жерден бала таңдайды, мысалы, 2 қосу 4 болса, бала не істейді? 2 қосу 4-ті білу үшін 2 домалақты жолдың мына жағына қоямыз. Келесі 4 болса, 4 домалақты санап отыратын боламыз. 2-ні екінші жағына ауыстырамыз, ақырын сырғытып алып келіп, бір жағынан бұл жерде баланың саусақ моторикасын дамыту болып табылады. Келесі, енді бізге 4 өткізу керек. Сәл қиындатып, мына жақпен жүргізіп өткіземіз. Бала санайды, саусақтың ұшымен указательный жест дамитын болады. Және көп балалар көзбен көріп, қолмен ұстау арқылы жақсы есте сақтайды. Дұрыс жауабын білу үшін теңдіктің екінші жағындағы сандарды не істейміз? Санап шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Өте жақсы. 2 қосу 4, 6 болды. Келесі 4 алу 3 дейді. Бұны жасау үшін не істейміз? Бірінші 4-ті қойып аламыз. Екінші 3-ті қайдан аламыз? 3-ті осы көршісіне бөліп беруін сұраймыз. Мінекей көршісіне 1 кетті, 2 кетті, мінекей 3 кетті. Ал бастапқы ұяшықта қанша қалды? Бұл біздің дұрыс жауабымыз болып саналады. Бастапқы ұяшықта бізде 1 қалды, яғни дұрыс жауабы 1. Көп балалар бізге салыстыру амалын жүргізуде көп қиналады. Мысалы, біз 3 пен 2-ні салыстыратын болсақ, ол үшін 3-ті жолдың мына жағына қоямыз. 2-ні жолдың мына жағына қойып аламыз. Одан кейін арнайы осындай таңбаларды таңдау арқылы тең ба, үлкен ба, кіші ма тауып орналастыратын боламыз. Және де бұл тақтайшаға біз қоя аламыз арнайы сандарды, не болмаса саусақтарды, не болмаса шариктерді, не болмаса баланың зейінін тұрақты ұстауға арналған осындай дөңгелектерді пайдалануға болады.
Балалар кез келген санды қосу, азайтуды үйрену үшін әр санның өзінің құрамын білу керек. Санның құрамын қалай ажыратамыз? Мысалы, арнайы осындай кубигіміз бар. Осы кубикті баламен бірге лақтыратын боламыз. Яғни бізде қай сан түсті? 6. Яғни 6 санын біз табуымыз керекпіз. Ол үшін 6 бір түсті шариктерді аламыз. Көзге ыңғайлы жасыл түсті шариктарды алсақ болады, иә? Мысалы, 6 түсті, 6-ның құрамы қандай сандар? Және қосымша осындай блокнотымыз бар бізде. Осы блокнотқа жазып отыратын боламыз. Жәнеки 6-ның құрамын баламен бірге ойнау арқылы ажырататын боламыз. 2-ге бөлуіміз керек 6-ны. Яғни 3 қосып 3 бұл бізде 6. Тағы бір рет көрейік. Келесіге қалай бөлінер екен? 2 қосып 4 бұл бізде 6. Осы әр шыққан санды арнайы блокнотымызға жаз өшір маркермен жазып отырамыз. Бұл ойынды бала 2 дос бірге отырып ойнаса болады. Кім жылдам тақтайшасы деп аталынады. Мысалы, бұл жерде не істеу керек? Балаға тапсырма беріледі. Жаңағы арнайы кубиктарымызды аламыз. Осы кубиктарымызды лақтыру арқылы қай санды біз түсіндік, құрамын білдік, қайталаймыз. Мысалы, қай сан? 8 саны. Яғни біз не істейміз? Ең бірінші 8 саусақты көрсетуіміз керек болады. Неге? 8 саусақ, 8 зат болу керек. Және 8 санын қою керекпіз. Неге? Кім бірінші аяқтады? Қоңырауымызды шыңғырлатамыз. Бұл бізде кім жылдам ойыны. Және баламен кез келген тапсырманы орындау барысында арнайы осындай кубиктарды қолдануға болады. Мысалы, 3 қосу 2 деп ауызбен айтқанша, балаға осы кубиктарды лақтыру арқылы жүргізсеңіздер болады. Мысалы, 1 қосу 5. Не болмаса? 4 алу 3. Мынау 10-ға дейінгі кубиктар, мынау 6-ға дейінгі кубиктар. Және де әртүрлі осындай шарикті алды десеңіздер, баламен қосу амалын үйреткенде 3 жасылға 2 көкті қос деген кезде бала көбірек есте сақтайтын болады. Бізде алмалы салмалы қозғалмалы ойын вкладыши деп айтамыз. Бұл жерде мысалы әртүрлі сандар алынып қойылады. Бұл жерде қандай тапсырма беріледі? 6 саны, яғни құрамында 6 домалақ бар деген сөз. Және бала жазылуын есте сақтауы қажет. Барлық жазылуларын алып тастап, әр санды өз орнына қоюы қажет. Әрине, қазіргі таңда көп ата-аналар үй жағдайында жұмыс жасаса, және де ұстаздар өздерінің сабақтарында қолданса, жақсы нәтижелер шығады. Мысалы, бұл тапсырмаларды 1-ші сынып математика сабағында өте қызықты болып, балалар бағалап жатыр. Және де үлгерімі төмен 2-ші сынып оқушыларымен де қолдануға болады. Бұл орайда мен ұстаздарға арналған арнайы осы сызбалардың электронды нұсқасын дайындап берген болатынмын. Осы арқылы ағаштан жасауға қаражат жеткіліксіз болып жатқан жағдайда бір себептерге байланысты жасай алмасаңыздар, осылай қолдан жасап алып қолдана берсеңіздер болады. Бұның барлығы арнайы QR код бойынша берілген. Ұстаздар әр жақтан алып, өз сабақтарында қолданып, жылы лебіздерін білдіруде. Назарларыңызға рахмет.